Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде Мәида сүресінің 54-ші аятында Алла оларды жақсы көреді, олар Алланы жақсы көреді деп баяндайды. Алланы шынайы жақсы көру, Алланың мейірім махаббатына бөлену, бұл адамзаттың барша бақыт, дүние мен ақыреттің барша жетістігінің негізі болмақ. Бұл өмірде ең жақсы көргеніміз дүние ма? Оны беруші де Алла, алушы да Алла. Бұл дүниеде ең жақсы көрген бала шағамыз, ата-анамыз, бәлкім жарымыз ба? Бұларды да беруші Алла, оны алушы да Алла. Ендеше осы бір өмірде барша нығметке бөліп жатқан Алланы жақсы көруді бірінші орынға қоя білу. Бұны нақты түсінген, иман келтіргендер жайлы Алла Тағала Бақара сүресінің 165-ші аятында ал иман келтіргендер Алланы баршасынан артық жақсы көреді деп баяндаған. Алла елшісінен иман деген не деп сұралғанда, Алла мен оның елшісіне деген махаббатты басқа барлығына деген махаббаттан артық қою деп баяндаған. Міне осындай аят хадисті өмірінің ұстанымы қылған кешегі Хакім Абай махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті деп насихат еткен. Алланы жақсы көру, оның әрбір бұйырған ісін орындап, тыйған ісінен тыйыла білу. Алланы жақсы көру, онымен кездесуге құштар болу. Алланы жақсы көру, оны әрдайым еске алып жүрумен байланысты екен. Ал енді Алланың махаббатына жеткізетін жолдары Құран кәрімді оқып, оған ой жүгірту және Алла елшісінің жолымен жүріп, оның артынан еру. Раббымызды шынайы жақсы көруді және оның шексіз мейірім махаббатына бөленуімізді нәсіп етсін.